Top for Kazakhstan grade 3, page 60, 61, 62, 63. Сәлеметсіз бе оқушылар, бүгінгі сабағымыз 60-шы беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Our world, my toys and sports I like. Exercise 1, listen, point and say. Бірінші жаттығуда таңдалымды тыңдап, көрсетіп айтамыз. Ball, doll, car, pink, orange, basketball, football. Ball деген доп, doll ойыншық кукла, car машина, pink қызғылт түс, orange қызғылт сары түс, basketball ойыны, football ойыны. Exercise 2, listen and read, then answer, what toys have you got? Екінші жаттығуда тыңдалымды тыңдап, оқимыз, сосын сұрақтарға жауап береміз. Сенде қандай ойыншықтар бар? Toys and sports around the world. Бүкіл әлемдегі ойыншықтар мен спорт. Бірінші суретте I've got a doll, look, it has got an orange hat. Менде кукла бар, қара. Оның қызғылт сары бас киімі бар. Екінші суретте we've got a ball, the ball is pink, green and white. Менде доп бар, оның түсі қызғылт сары, жасыл және ақ. Үшінші суретте my brother and his friends like playing football in the park on Sundays. They don't play basketball. They don't like it. Менің ағамда және мен достарымда футбол ойнаған жақсы көреді. Саябақта жексенбі күндері. Олар баскетбол ойнамайды. Олар оны жақсы көрмейді. Ал сендерде қандай ойыншықтар бар? Мысалы, I have got a car. It is blue. I like play with car. The next one, келесі бет. Exercise 3, read and circle. Үшінші жаттығуда оқимыз, дұрыс жауабын белгілейміз. Бірінші, they have got a ball. Оларда доп бар. It is pink, green and white. Orange емес, қызыл сары түс емес. Сондықтан оны белгілемейміз. Үшіншісі, she has got a doll. It has got an orange hat. My brother plays football. He plays football on Sundays. Грамматикада you, we, they don't play basketball on Fridays. Яғни сен, біз, олар деген кезде don't деген көмекші етістігін қолданады екенбіз. I have got a doll. It has got an orange hat. The doll is tall. Менде кукла бар. Ол нақты емес қандай кукла екен. Сол кезде біз артикль қолданамыз. It has got an orange hat. Orange сөзі дауысты дыбыспен басталғандықтан біз артикль қоямыз. Егер дауыссыз әріптен басталса, біз оны деген артикль қояды екенбіз. The doll is tall. Біз кукланың нақты қандай екенін білеміз. Сондықтан the деген артикль қолданады. The doll is tall. Кукла ұзын. Exercise 4, listen and tick. Төртінші жаттығуда тыңдалымды тыңдап белгілейміз. The doll has got orange ball. Яғни A-ді белгілейміз. Екінші тыңдалымда they are playing basketball. Немесе they are playing football. Солардың біреуінің тыңдалымды тыңдап белгілейміз. Өкінішке орай менде тыңдалым жоқ. Өздерің қарап белгілейсіңдер. The white car is short. The white car is long. Төртіншісінде they are playing football. They are playing basketball. Екеуін біреуін белгілейміз. Exercise 5, read and write a and the. Бесінші жаттығуда артикль немесе n немесе the артиклін қойып шығамыз. Біріншісінде she has got a ball. The ball is yellow pink. Екіншісінде he has got an orange hat. The hat is funny.
Exercise 6. Choose then ask and answer. 6-шы жаттығуда таңдаймыз біреуін, сосын сұрақ қоямыз бір-бірімізге және жауап береміз. Мысалға, give me a doll, please. Here you are. Do you play with your doll every day? Yes, I do. Маған кукланы берші өтініш. Міне, сен ойнайсың ба кукламен күнде? Иә, ойнаймын. Мысалға, сендер былай айтсаңдар болады. Give me a car, please. Here you are. Do you play with your car every day? Yes, I do. Doll деген сөздің орнына car'ды қойып жауап береміз. The next one, келесі 62-ші бет. Play and write. My toys and sports I like. Lesson 4, exercise 1. Listen, point and say. Paint. Sing. Run. Jump. Volleyball. Paint сурет салу, sing өлең айту, run жүгіру, jump секіру, volleyball волейбол. Exercise 2, play. 2-ші жаттығуда ойын. Мысалға, she can't dance, she doesn't like sailing, she plays basketball on Fridays. Ол билей алмайды, ол қайықта жүзгенді жақсы көрмейді, ол баскетболды ойнайды жұма күндері. Яғни бұл кім? Бұл Мадина. Яғни кім не істейтінін, не жасай алмайтынын айту керек, сонда кім екенін іздеп табу керек. Мүмкін ол Талғат, мүмкін Мирас, Бану деген сияқты адамдарды, қыздарды, ұлдарды табу керек. Мысалға, біріншісі, he can jump, he likes skiing, he doesn't play volleyball on Sundays. Who is it? Кім ол? It is Талғат. The next one, келесі бет. Lesson 5, exercise 1, listen and repeat. Тыңдауды тыңдап қайталаймыз. 6 dolls, a big fish and a dog. 6 dolls, big fish, dog. Яғни о әрпі о деп созылып оқымайды. Деп оқылады. Dog, doll. 6 кукла, үлкен балық және ит. Exercise 2, listen and read. 2-ші жаттығуда тыңдаймыз, оқимыз. What can you do? I can dance, I can sing, I can't paint. Сен не істей аласың? Мен билей аламын, өлең айта аламын, бірақ сурет сала алмаймын. What do you like? Саған не ұнайды? I like snowboarding, I go snowboarding in winter, I like playing volleyball, I play volleyball every day. Маған сноуборд ұнайды. Мен сноубордқа барамын қыста. Маған волейбол ойнаған ұнайды. Мен күнде волейбол ойнаймын. Questions mark, сұрау белгісі, сұраулы сөйлемде қолданылады. Сұрақ қойғанда, what can you do? What do you like дегенде. Exclamation mark, леп белгісі өз сезімді білдірген кезде қолданады екен. I like snowboarding. Маған сноуборд ұнайды деген кезде. Exercise 3, go to the workbook, page 65, do the project and present it. I can swim and run, I can sing, I like skiing, I go skiing in winter. 65-ші беттегі workbook. Жазу дәптерімізді ашамыз, онда өзіміз не істей аламыз, не жасаған ұнайды, соны жазатын боламыз.
Маған жүзу ұнайды, жүгіру де ұнайды. Мен өлең айта алмаймын. Шаңғы тебу маған ұнайды. Қыста мен шаңғы тебемін. Яғни не ұнайды, не ұнамайды, не істей аласың, не істей алмайсың, соны жазамыз. I can jump and run. I can play volleyball. I like swimming. I go swimming in summer. Деп осылай жазуға болады. Ал балалар, сабақ аяқталды. The lesson is over. Сабақ ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Bye bye, goodbye.